Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, ата-аналар, көрермендер. Мен өнер пәні мұғалімі Ахметова Замира Иболатқызы. 8 сыныптарға арналған немесе 7 сыныптарға арналған өнер сабағында керекті құралдарды қалай ағылшын тілінде тез жаттауға болатындығы туралы ойын көрсететін боламыз сізге. Ағылшын тілінде мынандай өнер пәнінде қолданатын құралдарды қалай тез жаттауға болатындығы туралы ойын керекті құралдарды шығарып аламыз, біздер суреттерін. Оны мынандай картонға жабыстырып аламыз, қатты картонға жабыстырып аламыз. Бұл біздерде құралдар 2-2 түр неден болу керек, 2-2 штуктан болу керек. Және ол құралдарды біз қиып осындай дайындап аламыз. Міне мен алдын ала дайындап қойдым. Оған керек сіздерге желі, қайшы, линейка және карандаш. Оны сіз мынандай 2А4 форматтағы қағаз, картон қағазды біріктіріп жабыстырып аласыздар. Одан кейін керекті торға бөлесіздер. Осы торларға мынандай етіп шығарып аламыз ағылшын тілінде. Міне біздің картамыз дайын. Енді қазір көрсетейін. Мысал ретінде мен 2 карточканы таңдаймын. Екеуі бірдей болса, яғни бірдей етіп қоямын. Егер таңдаған кезде бірдей болмаса, оны кері орнына қойып, басқа ойыншыға мүмкіндік береміз. Бұл ойынды бірнеше адам болып ойнауға болады. Сіздер сонымен қатар тек өнер пәні бойынша емес, басқа да пәндерге байланысты етіп, осындай ойынды қолдан өздеріңіз жасасаңыздар болады. Мысалы, физика, химия формулаларын, элементтерін жаттауға өздеріңізге алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.